Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Мен Балқаш қалалық тарихи өлкетану музейінің ғылыми қызметкері Накипова Айгерім Альментайқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақын, сазгер Шашубай Қошқарбайұлы. Қазақ әдебиетіндегі дәстүр мен жаңашылдық. Шашубай шығармасы 20 ғасырдың басында қазақ қоғамында болған өзгерістердің жарқын көрінісі. Бұл кезең қазақтың дәстүрлі даму жолының бір жола тарих сахнасынан кетіп, қазақ қоғамының жедел түрде жаңа орнаған кеңестік қоғамдық мәдени қатынастардың тәртібіне көше бастаған кез еді. Қазақтардың қоғамдық өмірінің барлық салаларына әсер ететін бұл өзгерісте оның әсіресе мәдени дамуында ерекше көрінді. Мәселен, 20 ғасырдың ортасына қарай қазақ әдебиетінің дәстүрлі, халықтық, фольклорлық типтегі әдебиеті бірте-бірте кеңестік стильдегі әдебиеттің жаңа түрімен алмастырыла бастаған. Бұл процесс 20 ғасырдың бірінші жартысында аяқталды деп айта аламыз. Шашубай Қошқарбаевтың шығармашылық мұрасында қазақ әдебиетінің болашағын айқындайтын осы терең өзгерістер барынша айқын көрінеді. Ақын Шашубай Қошқарбаевтың әдеби шығармашылығы Қазақстанның мәдени мұрасында ерекше орын алады. Оның шығармалары қазақ халқының дәстүрлі поэзиясының ең жарқын беттерінің бірі. Әрі жаңа заманға байланысты осы халықтық дәстүрдің бірте-бірте тарих сахнасынан кете бастауының да жарқын көрінісі. Оның есімі қазақтың қазіргі әдебиеті тарихында республиканың ірі ақындары осы дәстүр мен жаңашылдық шығармашылықтарында қатар келген Жамбыл Жабаев, Доскей Әлімбаев, Иса Байзақовтармен қатар аталады. Ақын Шашубай Қошқарбаев 1865 жылы Балқаш көлінің жағасында, қазіргі Шашубай атындағы ауылдың жанында Қызылшоқы деген жерде қарапайым отбасында дүниеге келген. Анасынан ерте айырылып, әкесінің бауырының қолында тәрбиеленіп, ол кісі қайтыс болғаннан 9 жасында өз отбасына оралады. Шашубай музыкаға және ән айтуға кішкентай кезінен ғашық болды. Жас кезінен суырып салма өлең шығара бастады. Оның ән шығару дарыны 14 жасында көрінді. Ал жігіт шағында әндерін домбырамен сүйемелдеп қана қоймай, алғашқылардың бірі болып гармонмен де ән айта бастайды. 13 жасынан бастап Шашубай орталық Қазақстан далаларын көп аралап, оның ішінде атақты Қоянды жәрмеңкесінде Ақан Сері, Біржан Сал, Балуан Шолақ, Жаяу Мұса, Кенен, Естай сияқты аға буын ақын сал серілермен кездесіп, олардың тағылымын алады. Шашубай шығармашылық өмірінің кеңес дәуіріне дейінгі бастапқы кезінде халық ауыз әдебиетінің батырлар жыры сияқты эпикалық жырлар мен аңыздарды сақтап, ел арасына таратумен бірге, өзі де шығармаларында халықтық, фольклорлық дәстүр жолын ұстанады. Оның шығармаларында сол кездегі қазақ қоғамындағы әлеуметтік теңсіздіктер жиі орын алады. Оның бұл ұстанымы қазақ халқының ән өнеріндегі асыл жауһарларының бірі болып табылатын Ақ қайың әнінде жақсы көрінеді. Жоғары эпикалық, кең тыныспен айтылатын бұл әнінде Шашубай: баласы Қошқарбайдың Шашубаймын, болсамда баста жарлы басылмаймын, көрсемде кедейліктің тақсіретін, жалынып малы барға басылмаймын деп, өзінің ақындық, азаматтық кредосын айқындап, сол жолдан өмірінің ақырына дейін тайынбайды. Сондықтан Шашубай қарапайым халық мүддесін қорғауға арналған көптеген өлеңдерін жарыққа шығарады. Еңбекқорлығының арқасында өзін өзі дамытып, нағыз сөздің шебері болады. Сонымен қатар, ол өте шебер акробат, жонглер және табиғатынан таңғаларлық көпшіл және мейірімді адам болды. Оның шығармашылық тұлғасы көп жақтылық
жан жақтылығымен де ерекшеленеді. Мәселен, көркем өнердің музыка және мимика, ритмика, поэзия және таза театрлықтың көптеген элементтері мұның бәрі оның шығармашылығында жарқырай көрінеді. Ол дәстүрлі қазақ сөз өнерінің ғажайып түрі, айтыс өнерінің де майталманы ретінде осы қасиетті өнерді сақтап, халықтың рухани азығына айналдырушылардың қатарында болады. Шашубай 1909 жылы Верный қаласында Жамбыл Жабаевпен айтысып, тең түседі. Балқаш қалалық тарихи өлкетану музейінде ақынның жеке заттары, құжаттар, фотосуреттер және басқа да деректерден тұратын шағын экспозициялық кешен бар. Бұл жәдігерлердің барлығы музей үшін, әрі осы музей арқылы халқымыздың өнерін, тарихын танып білу үшін, келген адамдар үшін өте құнды болып саналады. Бірақ олардың арасында ақынның өнердегі жаңашылдық келбетін анықтап тұратын ерекше экспонат, гармоньды ерекше атап өтуге тиіспіз. Оны ақын өнеріне қолдау ретінде Қарқаралының саудагер татар көпесі сыйлаған екен. Бір деректер бойынша бұл аспап қолдан жасалған. Сондай-ақ оның Балқаш жұмысшысы газетінің редакторы және Шашубайдың жеке хатшысы Абжан Омарбаевпен бірге тұрған фотосуреті де бар. Ол көптеген ақынның еңбектерін ұзақ уақыт қағазға көшірген. Абжан Омарбаевтың арқасында қағаз бетіне түскен ақынның көптеген шығармалары бүгінде қазақ әдебиетінің қорындағы бағалы қазыналар қатарында саналады. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бүгінде Омарбаевтың осы қолжазбалары музей қорында сақтаулы. Шашубай шығармашылығындағы жаңашылдық дегенде, оның кеңес билігі кезінде жаңа өмірді жырлаудағы шығармаларына айтамыз. Бұл жерде ол әрине ақынға қажетті бостандықтың болмауы себепті. Сол кеңестік дәуірдегі қазақ әдебиетіндегі жаңа жұмысшы мен колхозшы шаруа, компартия тақырыптарын жырлауға мәжбүр болды. Сөйтіп Шашубай шығармашылығы 20 ғасырдың бірінші ширегінде орын алған дәстүрлілік пен жаңашылдықтың тоғысып, дәстүрлі халықтық фольклорлық әдебиеттің бірте-бірте жойылып, оның орнына тақырыбы да, жырлауы да басқа жаңа кеңестік әдебиеттің қалыптасуын көрсететін үлгі болды деп айта аламыз. Қазақ әдебиетіндегі еңбегі жоғары бағаланып, Шашубай Қошқарбаев 1946 жылы құрмет белгісі орденімен, әр жылдары Екінші дүниежүзілік соғыстағы ерен еңбегі үшін медалімен, түсті металлургиядағы социалистік жарыстар төс белгісімен, Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталады. Экспозицияда сонымен қатар оның өз жеке жинақтары мен оның өлеңдері жарық көрген кітаптары қойылған. Мәселен, оның өлеңдер жинағы ақынның көзі тірісінде сөйле Шашеке деген атпен шықса, оның өлеңдері 1972 жылы жарыққа шыққан Қазақ Совет поэзиясы антологиясының бірінші томына енген. Тағы бір толық жинағы 2012 жылы профессор Серік Негимовтың редакциясымен жарыққа шығады. Ол кітапта осы экспозицияда орнатылған. Шашубай шығармашылығы үнемі оның өлеңдерін іздеушілердің назарында. Мына газет беттерінде Шашубай шығармашылығына, өмірінің қызықты сәттеріне арналған мақалалар жарық көрген. Шашубай 1952 жылы 4 мамырда қайтыс болып, қасиетті Бектауыта шатқалында жерленеді. Ақынның құрметіне Балқаш өңірінде елді мекен, Балқаш қаласында шағын аудан, көшелер оның атымен аталып,
бюстері орнатылған. Ақынның жарқын бейнесі халық жадында, оның әндерімен бірге өмір сүріп келеді. Құрметті оқушылар, шағын өлкетану сабағымызды аяқтаймын. Сау болыңыз.